Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің дүниетану сабағынан тақырыбымыз 27-ші сабақ. Адамдардың алғашқы қоныстары қашан және қалай пайда болды? Балалар, мына суреттерге қараңдаршы. Сендердің ойыңша бұл жерлердің қайсысы адамдардың қоныстануына қолайлы болар еді? Не себепті? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Әрине, суы мол жер адамның қоныстануына өте қолайлы. Алғашқы адамдар Африкада пайда болған. Сосын бірнеше мыңжылдықтар ішінде бүкіл жер шарына қоныстанды. Ал енді біздің елімізде ше, адамдар қай жерлерге көбірек қоныстанды? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, суы мол жерлерге қоныстанған. Су ең басты табиғат байлығы. Барлық адамдардың өмірі суға байланысты. Су бар жерде өмір бар, тіршілік бар. Су егіс даласына, орман тоғайға керек. Онсыз адамның аң не құс өмір сүре алмайды. Қазақстанда қандай ірі көл, өзен, теңіз бар? Каспий, Арал теңізі, Балқаш, Жайсан, Алакөл көлдері бар. Орал, Ертіс, Сырдария, Есіл, Торғай, Ырғыз өзендері бар. Таулардан Алтай, Іле, Алатауы бар. Сондықтан Қазақстан халқы көбірек оңтүстік пен солтүстікте орналасқан. Ежелде Ұлы Жібек жолы Қазақстанның оңтүстік аймақтарынан өткен. Сол жерлерде саудагерлер сауда-саттық жасап керуен жүргізген. Керуен жолдары өтетін Сырдария мен Жетісу өзендерінің бойында көптеген қалалар болған. Олар ежелгі қалалар Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы. Ұлы Жібек жолы Қытай жерінен басталып, қиыр шығыс пен Еуропа елдеріне беттеген керуен жолы. Бұл жолдың басым бөлігі Орта Азия мен Қазақстан жерінен өтті. Ұлы Жібек жолы жүріп өткен елдердің саясатына, экономикасына, мәдениетіне, елдің құрылуына орасан зор ықпал етті. Жібек жолының бағытында үлкен және кіші сауда қалалары мен елді мекендер дамыды. Әсіресе керуен жолы ең көп із қалдырған жер орталық Азия еді. Бұл аймақ мыңдаған саудагерлердің тоғысқан нүктесі болатын. Осы жерде маңызды этностық процестер, белсенді мәдени бірлігі, ауқымды сауда, дипломатиялық келісімшарт және әскери одақтар орындалып жатты. 2000 жылға жуық уақыт Ұлы Жібек жолының қиылысында орналасқан мәдени, әлемдік деңгейде дамыған елдер. Тарихтан бізге жеткен мағлұматтар өте аз. Ғасырлар өте ескі қалаларды шаң басып, жер бетінен жоғала бастаған, бірақ археологтардың көмегімен Жерорта теңізі мен Орта Азияға тән ескі мәдени мұралар, сирек қазыналар қайта қалпына келтірілді. Жібек жолында орналасқан ескі сауда қалалары әскер тарапынан аштықтың, ауыр індеттің, қираған, отқа оранған қалалардың куәсі болды. Балалар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, үй тапсырмасы 27-ші сабақты оқып мазмұндау.